Баршаңызға сәлем. Жұмыртқаның пайдасы. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Зерттеудің өзектілігі. Жұмыртқаны да өз мөлшерімен пайдаланса, ол өте пайдалы және құнарлы. Тауық жұмыртқалары минералды құрамымен, дәрумендердің көптігімен, сондай-ақ маңызды амин қышқылдарының құрамымен құнды. Тауық жұмыртқасы көптеген шешілмеген құпияларды жасыратын табиғаттың кереметі. Зерттеудің мақсаты тауық жұмыртқасы туралы зерттеулер жүргізе отырып, оның адам ағзасына пайдасын анықтау. Жұмыртқа тарихынан. Ежелгі халықтар жұмыртқа ғаламның прототипі деп сенген. Жұмыртқаға прототип ретінде туылу символынан деген көзқарас көптеген халықтардың әдет-ғұрыптарында көрініс тапты. Ежелгі шығыс славян халықтарында жұмыртқа әрі көктемгі рәсімде кездеседі. Пасха рәсімдерінде жұмыртқаға арнайы орын берілді. Қасиетті Пасхаға арналған боялған жұмыртқалар туралы алғашқы жазбаша куәлікті біз пергаментте жасалған және 10 ғасырға жататын қолжазбада кездестіреміз. Адамдар жұмыртқаны бұрыннан пайдалана білген. Цемент болмаған кезде олар жұмыртқаны сөндірілген әкке қосып, құрылымға монолит беріктігін бере отырып, микро бөлшектердің байланыс беріктігін күшейтті. Прагадағы Карлов көпірі ең танымал болды. Оның құрылысы кезінде Чехияның түкпір-түкпірінен Прагаға ерітіндіні нығайту үшін пайдаланылған жұмыртқалар әкелінген деген аңыз бар. Жұмыртқа бұл танымал өнім ғана емес, сонымен қатар ол символ. Сондықтан олар көбінесе ерекше рөлге ие. Сонымен жұмыртқа түрінде Фаберже жұмыртқалары деп аталатын зергерлік бұйымдар сериясы жасалған. Сондай-ақ танымал шоколад киндер жұмыртқасы түрінде жасалған. Тауық жұмыртқасы әрбір сау адамның ас мәзірінде болуы керек, өте пайдалы өнім. Жұмыртқа ақуыздың, дәрумендердің, микроэлементтердің және амин қышқылдарының құнды көзі. Тауық жұмыртқасы бір қарағанда өте қарапайым. Бұл шын мәнінде күрделі организм. Ол 3 негізгі бөліктен тұрады: қабық, ақуыз және сарысы. Бір жұмыртқада 13 ең маңызды дәрумендер мен минералды заттар болады. Тауықтардың жұмыртқа басуы. Қатты бетіне қарамастан, жұмыртқа қабығында оттегінің енуіне және артық ылғалдың шығуына мүмкіндік беретін мыңдаған ұсақ тесіктер бар. 21 күн ішінде тауық жұмыртқадан шығу үшін жұмыртқа шамамен 4 литр оттегін сіңіріп, шамамен 3 литр көмірқышқыл газы мен 8 литр су буын шығарады екен. Бір жұмыртқаны салу үшін тауыққа 24-26 сағат қажет. Жұмыртқа салатын тауық жылына 150-300 жұмыртқа келеді. Тауық әтешсіз де жүре алады, бірақ мұндай жұмыртқадан тауық балапан шығара алмайды. Тауық жұмыртқадан балапанды қалай шығарады? Тауық үнемі жұмыртқаның үстінде отырады және жылумен жылытады. Сонымен қатар ол шамамен 37-8 градус температураны тұрақты ұстайды және эмбриондар барлық мезгіл табандарымен жұмыртқаны айналдырады. Инкубацияның бүкіл процесі 21 күнге созылады. Осы уақыт ішінде эмбриондар толығымен қалыптасып, балапандар жарып шығады. Қандай құстар мен жануарлар жұмыртқа салады? Барлық құстар жұмыртқа салады. Бауыр мен жорғалаушылардың көпшілігі жұмыртқа салады екен. Аналық теңіз тасбақалары әдетте төмен толқын кезінде жұмыртқа салу үшін жағалауға жүзеді. Олар 50-200 жұмыртқа салып, шұңқыр қазып, құммен көміп қояды. Австралияда тұратын унткатнос пен эхидна жануарлары жұмыртқа салады екен. Құс жұмыртқаларының көп түрлілігі. Үкілер ақ, жылтыр қабығы бар сфералық жұмыртқаларды салады. Бұл пішін қуыстарда ұя салатын құстарға тән. Ақ бояу ата-аналарға оларды қараңғыда ажыратуға көмектеседі екен. Тауық жұмыртқасының адам ағзасына пайдасы. Бірінші, керемет қоректі газ. Жұмыртқа планетада ең қоректі тағамдардың бірі. Бір үлкен қайнатылған жұмыртқада шамамен 77 калория, 6 грамм ақуыз және 5 грамм пайдалы май, сондай-ақ бізге қажет барлық дерлік қоректік заттар бар. Пайыздар тәуліктік мөлшерлеменің 100%-ын құрайды. А дәрумені 6%, фолий қышқылы 5%, В5 дәрумені 7%, В12 дәрумені 9%, В2 дәрумені 15%, фосфор 9%, селен 22%. Сондай-ақ жұмыртқада Д, Е, К, В6 дәрумендері, кальций, мырыш және денсаулықты сақтау үшін маңызды басқа да микроэлементтер бар. Сарысы адамдарға пайдалы. А, Д, Е дәрумендеріне бай. А дәрумені сүйектер мен көруді жақсартып, иммунитетті көтереді. Д дәрумені денеге кальцийді сіңіруге көмектеседі. Осылайша біздің сүйектеріміз бен тістеріміз дұрыс қалыптасады және сау болады. Біздің қаңқаның беріктігі мен сүйектің дұрыс пішіні Д витаминінің құрамына байланысты.
Е дәрумені тері мен шашты қалпына келтіріп, иммундық жүйені нығайтады. Жұмыртқа рекордшылар. Қазіргі құстардың ішіндегі ең үлкені түйеқұс жұмыртқасының салмағы 1,5 килограммға дейін жетеді. Бұл ересек құстың салмағының 100-ден 1 шамасында. Ол 10-ға дейін жұмыртқа сала алады, бірақ бірнеше аналық әдетте бір ұяға жұмыртқа салатындықтан онда 50-ге дейін жұмыртқа болуы мүмкін. Жұмыртқаны басып шығаратын ер түйеқұс. Австралиялық эмудың жаңа басып шығарған жұмыртқалары күңгірт жасыл түсті. Бірақ бірнеше күннен кейін олар қарайып ақ жылтыр болады. Калибри жұмыртқасы. Барлық құстардың ішінде ең кішкентай жұмыртқаларды калибрилер салады. Бұл миниатюралық жұмыртқаның ұзындығы 1 см, салмағы шамамен 0,35 грамм. Дене салмағына қатысты ең үлкен жұмыртқаны киви құсы салады екен. Салмағы 450 грамм болады. Сауалнама. Жұмыртқаны жақсы көресің бе дегенге 11 бала иә, 3-і жоқ, білмеймін деген 0 екен. Жұмыртқа пайдалы ма? 13 бала иә деп жауап берген, 1 бала жоқ деп жауап берген. Жұмыртқалардың әр түрлі түрлері бар екенін білесің бе? 6 бала иә, 8 бала жоқ деп жауап беріпті. Тұщы судағы шикі тауық жұмыртқасы тұзды судағыдан әрекет етеді деген тұжырым рас па? 3% иә, 7% жоқ деп жауап берген екен. Тәжірибе. Бірінші тәжірибе. Жұмыртқаның балғындығын суық сумен қалай анықтауға болады? Бұл экспериментті жүргізу үшін бізге қажет шикі тауық жұмыртқасы 2 дана, суық су литрлік банка. Бақылау. Жұмыртқаны суық суға салғаннан кейін біреуі түбіне батып, екіншісі қалқып кетті. Не болды? Қорытынды. Жұмыртқа неғұрлым балғын болса, соғұрлым оның ауа камерасының өлшемі кішірек болады. Сондықтан балғын жұмыртқа түбіне түседі. Ескірген жұмыртқа бетіне шығады. Оны жеуге болмайды. Екінші тәжірибе. Жұмыртқа тұщы және тұзды суда қалай әрекет етеді? Бұл экспериментті жүргізу үшін сізге қажет литрлік банка 2 дана, шикі тауық жұмыртқасы 2 дана, ас тұзы 3 ас қасық. Жұмыртқа барысы. Крандағы судан бірінші банкаға тұщы су құямыз, оған жұмыртқаны батырамыз. Екінші банкаға да су қойып 5 ас қасық тұз саламыз. Тұзды толығымен еріту үшін жақсылап араластырамыз. Екінші жұмыртқаны банкаға саламыз. Бақылау. Тұщы су ыдысында жұмыртқа батып кетті, ал тұзды су ыдысында жұмыртқа қалқып кетеді. Қорытынды. Тұзды суда жүзу тұщы суға қарағанда оңайырақ екенін бәрі білетін шығар. Бұл тұзды судың тығыздығы жоғары болғандықтан болады. Бұл жұмыртқа мысалында жақсы көрінеді. Шикі тауық жұмыртқасы кәдімгі тұщы суға қарағанда ауыр. Ол оған батып кетеді. Үшінші тәжірибе. Бізге жұмыртқа қабығы, уксус және лимон қажет. Жұмыртқа баламыз. Қабық астындағы жұқа пленкасын сындап тастаймыз. Сосын оны суға салып, кішкене уксус құйып, 5 минут қайнатып аламыз. Қараңғы жерді жақсылап кептіріп аламыз. Жұмыртқаның қабығын жақсылап үккіштен өткізіп, әбден майдалап порошокке айналдырамыз. Осындай ұнтақ шығу керек. Осы күйінде пайдалансақ, оны ағзаға сіңуі қиындау болады. Ол ағзаға сіңімді болу үшін кальций цитратын жасаймыз. Ол үшін ас қасықтың 4-тен 1 бөлігін алып, оның үстіне С витаминін тамызамыз. Бұл қарапайым лимон шырыны. Осылайша ағзаға тез сіңетін табиғи кальцийді өз қолымызбен жасап алуға болады. Бұл ағзаға өте оңай сіңеді және нағыз пайдалы кальций. Қорытынды. Зерттеу жұмыс кезінде мен келесі нәтижелерге қол жеткіздім. Тауықтың жұмыртқасының құрамы, пайдасы мен қолданылуы туралы анықтадым. Жұмыртқа таңғы асқа таптырмас тамақ. Оның пайдалы жақтарын төмендегіден қарастыруға болады. Ол өзінің құнарлығы мен тойымды болып табылады. Аз мөлшерде жегеннен кейін-ақ тойып қаласыз. Қан құрамындағы холестеринді ретке келтіреді. Амин қышқылымен ақуызға бай. Құрамында көмірсу аз болғандықтан салмақ тастауға көмектеседі. Тәжірибе барысында мен байқауға, талдауға, қорытынды жасауға үйрендім. Зерттеу барысында жұмыртқа тек ұрпақ көбейту қызметін атқарып қана қоймай, оның адам ағзасы үшін пайдалы жақтары көп екендігін білдік. Тәжірибе барысында мен жұмыртқаның көптеген қасиеттерін анықтадым. Болашақта мен жұмыртқа қабығын қалай қолдануға болатын егжей-тегжейлі зерттегім келеді. Ұсыныстар. Жұмыртқаның адам ағзасына пайдасын білген соң, мен таңғы асқа 1 дана жұмыртқаны үнемі жеп тұруды ұсынамын. Жұмыртқалар балғын әрі сенімді болу үшін үйде тауық өсіріп, қолдың жұмыртқасын жеген дұрыс деп санаймын. Заман талабына сай тауық жұмыртқасын тек өз пайдамызға жаратып қана қоймай, оны бизнес көзіне айналдыру да отбасылық бюджетке біршама үнем келтіреді. Біз туралы жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алда тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.